Құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұстаздары мен студенттері, сіздерді биылғы жылы келіп жатқан 90 жылдық мерекелі мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл сіздерге жаңа табыс, жаңа бақыт алып келсін. Жаңа жыл әр отбасыға жақсылығымен келсін. Жаңа жыл құтты болсын. Қадірлі бауырлар, құрметті оқытушылар, біздің ізбасар іні қарындастарымыз, ардақты тілектес Исабайұлы, сіз басқарып отырған үлкен қабырғалы университетті барша оқытушылар, профессорлар құрамын және осы университетте білім алып жатқан біздің жас түлектерді шын жүрегімнен 90 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймыз. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген сөз бар қазақта. Қазақтың ұлан ғайыр даласынан, республиканың алыс түкпірлерінен арман қуып, осы сіз басқарып отырған университетке қаншама түлектер құжат тапсырды. Солардың арманына қанат байлап, арқасынан қағып, маңдайынан сипап, білім нәрімен сусындатып, сіздер болашаққа ұшырдыңыздар. Біз осы университетте тәлім беріп жатқан ұстаздарды, ғалымдарды сан түрлі жағдайларда эфирге шақырамыз. Сол кісілердің осы ауыл шаруашылығын дамытудағы, биологиялық жолдағы, орман шаруашылығы, болмаса қой шаруашылығы, тіпті мынау қазіргі ветеринария саласындағы әңгімелерінің барлығын осы эфир арқылы елге жеткізіп жатырмыз. Тыңдаған тыңдаушылар өздерінің ықылас пейілін білдіріп жатады. Нағыз дер кезінде халыққа, тыңдаушыларға керекті кеңестерді, ғылыми тұжырымдарды айтып жеткізіп жатады. Жаңа жыл құтты болсын. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Жаңа жылда жақсылыққа, мол табысқа, қуанышқа кенеліңіздер. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеулік университетінің жалпы ұжымына, студенттеріне арнап мерекелік ән сәлемді жолдаймын. Жетісу сен де өстім, сен де тудым жасымнан, машықта деп өлең тудым. Сәулет тау бейнеңе сау,